Әріпбай Алыбайұлы Алыбаев 1926 жылы 12 қаңтарда Кеген ауданының Меркі ауылында дүниеге келген. Әкесі Алыбай Естемесұлы, шешесі Жанымай. Ағалары Бірімтай, Орынтай, Әліпбай және әпкесі Алтынай. Әрекең бала кезінен өте зерек, ынталы, алғыр, тіл алғыш бала болып өседі. 1936 жылы оның ойында мәңгі сақталып қалған бір маңызды оқиға болады. Сабақтан шығып келе жатса, алдынан кашовка мінген екі кісі шығады. Олар совхоздың клубының жолын көрсетіп жіберуін өтінеді. Сол кезде кішкентай оқушы клубтың тұрған жағын қолымен нұсқап көрсетеді. Сол-ақ екен, дөңгелек жүзді сымбатты кісі балақа шаналарына отырып клубты көрсетіп жіберуін өтінеді. Клубқа жеткен кезде қасында отырған сымбатты дөңгелек жүзді кісі: «Балақай, сен бізге жақсы көмек жасадың. Қызметіңе үлкен рахмет. Кейін халқыңа пайдаңды көп тигізетін қайратты азамат болатыныңа мен сенімдімін» деп айтқан екен. Ол кісі Ораз Жандосов еді. Бұл айтылған сөз есімі аңызға айналған Ораз Қиқымұлы Жандосовтың Әрекеңе ақжол тілеп берген өсиеті екенін кім білген. Үш ағаларының үшеуі де 1941 жылдың аяғында майданға аттанады. Отан соғысының ауыр күндерінде орта мектепті тәмамдамай қызметке шығуға мәжбүр болады. 1942 жылдың ақпанынан бастап 1946 жылдың қыркүйегіне дейін 336-шы ет-сүт совхозында есепші, бөлім зоотехника, кейін мал тұқымын асылдандыру жөніндегі аға зоотехника қызметтерін атқарады. Совхоз директоры және партия ұйымының хатшысы бөлімшедегі майданға кеткендердің жұмысын оған тапсыратынды әдетке айналдырады. Өйткені олар не айтса, соны орындайтын тіл алғыш, барып келдің адамы болған. Оның үстіне ол сол совхоздағы бастауыш комсомол ұйымның хатшысы болып та қызмет атқарады. Жаратылысында малшының баласы болғандықтан және мамандық бойынша қызмет атқарғандықтан да 1946 жылы Алматы мал дәрігерлік зоотехникалық институтына түсіп, оны тәмамдап, ғалым зоотехник деген мамандық алып шығады. Оқу бітірісімен 1951-53 жылдары Нарынқол аудандық райзоның бас зоотехникі, Талдықорған облысындағы Киров атындағы совхоздың бас зоотехника қызметін атқарады. Бас зоотехник болып қызмет істегенде, бұл совхоз 2,5 жылда одақтағы ең озат шаруашылықтардың қатарына қосылады. Бұл тәжірибесін облыс совхоздарына да таратады. 1953 жылы 28-ші гвардияшылар атындағы аудандық атқару комитетінің төрағасының орынбасары болып тағайындалады. Осы жылдары белсенді байланыста болып ғылыми қызметке бейімділігін байқатады. 1955 жылы Қазақ СССР Ғылым академиясының шешімі бойынша академияның корреспондент мүшесі Бальмонттың жетекшілігімен Алыбаевты эксперименттік биология институтының ғылыми ауыл шаруашылығы жануарларының генетикасы мамандығы бойынша аспирантураға түсу туралы шешім қабылданады. Бұл қаулыға Қаныш Сәтбаев өзі қол қойған. Партия басшылығы Алыбаевтың жігерлі ұйымдастыру қабілетін бағалап, 1956 жылы сол 28-ші гвардияшылар аудандық партия комитетінің хатшысы етіп, 1957 жылы сол ауданда аудандық партия комитетінің екінші хатшысы етіп сайлайды. Тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде сол аудандағы Қарашоқы совхозын ұйымдастыруды басқарады. 1958 жылдың көрсеткіштері үшін Әріпбай Алыбайұлы бірінші рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. 1958-61 жылдары Қазақстан партия орталық комитетінің ұйғаруымен сол кезде артта қалған Қапал ауданының аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарады. 1961 жылы наурыз айында Алматы облыстық партия комитетінің ауыл шаруашылығына жауапты хатшысы етіп сайлайды. Ол кезде Алматы қаласының халқы көбейіп, өндіріс орындары өсіп, қаланы етпен, сүт, нанмен қамтамасыз ету күн тәртібінде тұрған еді. Алматы облыстық партия комитетінде істеген жылдарда Абай
құс фабрикасы, горный садовод, алма өсіретін совхоз, Жандосов жем-жидек совхозы, Жарсу Жоламан, Шамалған, Қарқара совхоздары, Панфилов ауданында, Шамалғанда үйрек өсіретін ірі-ірі фабрикалар ұйымдастырылады. Сол кезде Шығыс Қазақстан обкомының бірінші хатшысы Неклюдов ауыл шаруашылығын білетін, партия жұмысына төселген қазақ берсеңіздер деп өтініш айтқан болатын. Осы өтініш бойынша 1963 жылы қыркүйекте Қазақстан орталық партия комитеті Шығыс Қазақстан обкомының екінші хатшылығына жіберіледі. Осы жылдары онда өндіріс орындарына, атап айтқанда түсті металға айрықша көңіл аударылып, ауыл шаруашылығы кенжелеп қалған кез еді. Шығыстың ауыл шаруашылығын мамандандыру барысында 5-6 сүт өндіретін, бірқатар ет өндіретін және 2 марал совхозы, 3 жылқы өсіретін шаруашылықтар ұйымдастырылады. Осы шаралардың қорытындысында Шығыс Қазақстан облысының шаруашылықтары 1964 жылды таза табыспен аяқтайды. 1964 жылдың 24 желтоқсанында Қазақстан Компартия орталық комитетінің бюросында Павлодар облысы туралы мәселе қаралып, Алыбаевты сол облыстың обкомына екінші хатшылыққа жіберу туралы қаулы қабылданады. Сол жылдары Павлодар облысында жағдай қиын болып жатқан. Тың игеру жылдарында облыста құнарсыз құмдауыт жерлерді жыртып, жел эрозиясына қарсы күрес жүріп жатқан кез болатын. Жыл басынан облыстың экономикасын көтеруді қолың ал деген Димаш Қонаевтың сөзін ескере отырып, эрозияға қарсы шаралардың барлығын қайта қарап толықтырады. Обком мен облисполком осы шараларды іске асыруды қолға алады. Жел эрозиясына қарсы қандай шаралар жүргізілгені, қалай тоқтатқаны туралы Алыбаев өзінің Ашық аспан аясында атты кітабында толық баяндаған. 1965 жылы Алыбаев облыстық кеңестің төрағасы болып сайланады. Облыс экономикасын көтеру тек эрозиямен ғана күресу емес, мал басының шығынын азайту, одан алынатын өнімді молайту, облыс тұрғындарының тұрмыс жағдайын жақсарту, мектепте білім беру, денсаулық сақтау орындарының да жұмысы қолға алынады. Алыбаев қатысуымен Павлодар трактор заводы, Ақсу ферросплав зауыты, Ертіс Қарағанды арнасы құрылысы, тағы басқа ірі нысандар жұмысқа қосылады. Екібастұздың Богатырь көмір кернеуін ұйымдастыруына да үлкен үлес қосады. 1970 жылы облыс шаруашылықтары республикалық социалистік жарыста қой шаруашылығын өркендету, мал азығын дайындау жөніндегі ауыспалы қызыл туларын жеңіп алады. 1972 жылдың маусым айының басында ЦК КПСС бюро отырысында Алыбаевты Талдықорған облыстық комитетінің бірінші хатшысы етіп бекіту туралы мәселе қарастырылады. Политбюроның отырысын Суслов басқарады. Баяндама жасаушы Кириленко. Компартия Казахстана вносит предложение об избрании первым секретарем Талдыкурганского обкома товарища Алыбаева. Товарищ Алыбаев беседовал со всеми членами Политбюро, кроме Леонида Ильича Брежнева. Он занят вьетнамской делегацией. Он сказал, что товарища Алыбаева Арпая Алыбаевича хорошо знает по работе и поддерживает предложение Компартии Казахстана деген сөзін баяндайды. Суслов: утверждаем вас на должность первого секретаря Талдыкурганского обкома партии деп құттықтайды. Сол кезде Талдықорған облысының шаруашылықтарында қой малы көп шығынға ұшырап жатқан кез болатын. Талдықорған облысында Алыбаев 6 жыл жатпай тұрмай еңбек етіп, өзінің мол тәжірибесін пайдалана біледі. Осы жылдар ішінде облыстағы ірі өндіріс орны Текелі Қорғасы мырыш комбинатына қосымша Талдықорған аккумулятор заводы, металл ойыншықтар зауыты салынады. Көксудағы жерасты мыс қоры зерттеліп, онда 50 мың тонна мыс қорының барлығы анықталып, мемлекеттік қорға енеді. Сол жылдары Текелі оймақтай ғана жаңа қала болып шыға келеді. Ауылдарды Алдабергенов ауылына ұқсас жасау мақсатында ағаш отырғызып көгалдандыру, гүлдендіру, су құбырын тарту, көшені түзетіп асфальт төсеу, жүзу бассейндерін салу да қолға алынады. Облыстың қала құрылысы, тұрғын үй құрылысы, жол құрылысы, мектеп, аурухана,
мәдениет орындарының құрылысы өте қатты өзгеріп, өзгеше бағыт алады. Талдықорған пединституты ашылып, заң техникумның, банктың ғимараттары 5 қабат, 12 қабат бірнеше үйлер салынады. Сол жылдары 2 аккумулятор зауыты салынып, және нөмірі 2 жылу орталығы іске қосылады. 1977 жылдың көрсеткіші бойынша жүн өндіруден барлық облыстардың алдына шығып, қой саны 3 миллион 250 мыңға жетті. Қазақ ССР ет және сүт өнеркәсіп министрлігі ертеден жақсы атаққа ие болмаған. Сүт өткізушілер мен оны қабылдаушылардың дау таласы өршіген министрлік еді. 1978 жылдың басында Алыбаевты осы салада қызметке тағайындау туралы Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің жарлығы шығады. Ең алдымен етті, сүтті қабылдаудағы кемшіліктерді жою, министрліктің қарауындағы адамдардың, мамандардың, қойма қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру, есеп-қисапты дұрыс жолға қою мәселелері басты мақсат болып табылады. Барлық ұжымдарды етпен қамтамасыз ету үшін барлық ет комбинаттарында, сүт зауыттарында қосалқы шаруашылықтар ұйымдастырыла бастады. Осы ұйымдастыру жұмыстарына 1,5 жылдай уақыт қажет болған. 3 жылдан бастап КСР ет және сүт өнеркәсіп министрлігі ырғақты жұмыс істей бастайды. Ендігі басты мәселе өнімдерді өңдеуді жақсарту, ет өндірісінің, сүт өнеркәсібінің технологиясы мен экономикасын жақсарту болды. Өнеркәсіп жүйесінде ысырапсыз технология ұйымдастырылып, малды сойғандағы дыбыстан басқаның бәрі іске жаратылуы тиіс деген шешім қабылданады. Әріпбай Алыбайұлы Қазақ ССР ет және сүт министрі болып қызмет атқарған 8 жыл ішінде бұл министрлік артта қалудан алдыңғы қатарға шығады. Жылына 3 миллион тонна сүт, 1,5 миллион тонна мал өнімдерін дайындап өңдейді. Ұрлық тыйылып, шығынсыз технология өріс ала бастайды. Әріпбай Алыбаев одақтық дәрежелі зейнеткерлікке шыққан соң 1986-88 жылдары Қазақтың шабындық және жайылым ғылыми зерттеу институтының директоры қызметін атқарады. Әріпбай Алыбаев республикаға еңбек сіңірген зейнеткер. Алматы облысы Райымбек Кеген ауданының құрметті азаматы, Райымбек Батыр қоғамдық қоры ақсақалдарының төрағасы қызметін басқарған. Сонымен бірге бірқатар кітаптардың авторы. Зейнеткерлікке шыққаннан соң жазылған тамаша қызық көп жылдар, ашық аспан аясында, хан тәңірі саясында, өмір өткелдері, замана толқындары, ұлыдан ұлаға атты публицистикалық кітаптардың авторы. Мемлекеттік басқару жұмыстарында жүріп, Әріпбай Алыбайұлы ғылым мен шаруашылықты жалғастырып, ғылымды өндіріске енгізуді мақсат тұтқан қайраткер. Жасынан айналысқан ғылымнан алған атағы ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты деген ғылыми атақ. Жарық көрген 40-тан астам ғылыми еңбектері, высокопродуктивное овцеводство на северо-востоке Казахстана және промышленный откорм овец атты 2 монографиясы жарық көрген. 1996 жылы Қазақстан ауыл шаруашылық ғылымдар академиясының академигі, толық мүшесі болып сайланады. Әріпбай Алыбайұлы СССР жоғарғы кеңесінің 9-шы шақырылуының депутаты, Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің 4 рет шақырылуының депутаты болып сайланады. Мемлекет басшылары Алыбаевтың еңбектерін жоғары бағалап, Ленин орденімен, Халықтар достығы орденімен, 4 рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. 3 рет ауыл шаруашылық көрмесінің алтын медалін жеңіп алған. Әріпбай Алыбаев 2008 жылдың қазан айында дүниеден озды. Денесі Алматы қаласының Кеңсай бейітінде жерленген.